Еліміздегі ең қарапайым әрі атақты Димаш Құдайбергеновтың қарындасының той құдалығы болды. Бұл тойда өте атақты адамдар келді. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін рахмет айтқым келеді. Қазақта қуанышты бөліссе көбейеді, сол себептен қуанышымыз көбейіп, сіздерге де жетіп, қуанышты сәттеріміз көп болып, бір-біріміздің тойларымызда бас қосып жүре берейік. Көптен көп рахмет. Бұл тойда атақты Ресейдің композиторы, тіпті Игорь Крутой және де Алматының бұрынғы әкімі Иманғали Тасмағамбеттің өзі бұл тойда бір-бірімен кездесіп, қол алысып амандасып жатыр. Игорь Крутойды барлық қазақ білуі керек. Өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Ол Димашты әлемге танытқан демеймін, бірақ Димаш үшін жақсы жұмыс жасаған үлкен кісі. Біздің қазақтар Димашты көре алмай жүргенде, қайдағы орыстардың несі келіп, біздегі қазақтарды көтеріп жатыр. Ресейдің арасында достық қарым-қатынас орнатқан үшін екінші дәрежелі достық орденінің иегері. Добрый вечер, дамы и господа. Я бы с удовольствием на казахском поздравил молодоженов, но пока не готов. Өте қарапайым отбасында тәрбиеленген, мың жерден атақты болса да Раушан қарындасы және де осы Света және әкесі Қанат өте тәрбиелі отбасылар. Осындай отбасының барлық Қазақстанға тілеймін. Қарапайымдылығымен қандай отбасы екені көрініп тұр. Бақытты болсын Раушан қыз. Раушанның күйеуі әкесінің жас кезіне өте аумайды. Или мені көзім солай ма? Өте жарасымды жұп, мәңгілікке бақытты болсын, бақытты ұзағынан болсын. Сіздердің де қыздарыңыз да осындай әдемі жұпты табуды Алла нәсіп етсін. Қазақстанда осындай қарапайым, мәдениетті, өнегелі отбасы өте көп болсын.